Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біздің өтілетін тақырыбымыз бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер. Енді бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер ax кіші b немесе ax үлкен b үлкен немесе тең, кіші немесе тең деген түрде берілетін болса, сол сызықтық теңсіздік деп аталады бізде. Енді бізде сан түзуі немесе координаталық түзу деп аталады. Және де оның дәл ортасында 0 саны белгіленеді. Оның оң жағында оң сандар, сол жағында теріс сандар. Енді айтады. Келесі мысалға көшейік. Енді ең біріншісінде бізде теңсіздіктің жазылуы берілген. Мынау бізде x үлкен 5-тен деген сөз. X үлкен 5-тен. Оқылуы жәнінде тұр. Және де координаталық түзуде 5-тен 10-ға қарай штрихталады. Және де оның нүктесі боялмайды. Жауабы бізде 5-тен плюс шексіздікке шейін деген сөз. Себебі 5-тен оң жағына қарай кететін болса, оң жақта бізде не бар? Оң жақта бізде плюс шексіздік бар деген сөз. Екіншісінде тура сол, x үлкен немесе тең 5-ке деген сөз. Бұл жерде нүктесі боялады, бұл жерде де 10-ға қарай штрихталады, және де 5-тің жақшасы тік болады бұл жауабы жазылған кезде. Ал шексіздіктегілер әрқашан жай жақшамен жазылады. Үшіншісі x 5-тен кіші деген сөз. Солға қарай штрихталады бұл жағдайда. Сол жаққа бізде минус шексіздік бар деген сөз. Демек минус шексіздіктен 5-ке дейін деп айтылады. Келесі де дәл осылай. Осы нені сызбаны сіздер скрин жазып жаттап алған сандарыңыз дұрыс болады. Енді келесі мысалдарды шығармас бұрын оқайық. Сандар және айнымалылар теңсіздіктің бір жағынан екінші жағына ауысқан кезде кері таңбамен ауысады. Тура теңдеудегідей ғой. Мысалы біріншісін шығарайық. Мысалы 5 плюс x кіші 20-дан деген сөз. Енді бұл жерде x-ті қалады орында. 20-дан мына жаққа қарай 5-ті өткізген кезде минус 5 болып өтеді. Сол кезде x кіші 15-тен деген сөз. Енді бұның координаталық түзу сызамыз. Кіші деген жай ғана қарапайым белгі тұр. Оның нүктесі боялмайды. Кіші десе солға қарай штрихтайсыздар. Демек бұның жауабы минус шексіздіктен 15-ке дейін деген сөз. Екеуінде де жай жақша болады. Шексіздік әрқашан жай жақша, 15-тен нүктесі боялмаған, сол себепті жай жақша болады. Демек бізде жауабы D ответі. Енді келесісін шығарайық. Келесісінде 10x қосу 11 үлкен 38 қосу 7x. Келесі мысалдарды бірден шығарып кете берем. X-тарды бір жаққа жинаймыз. Тура теңдеудегідей 10x, 7x-іміз алды плюс, минус 7x болып өтеді бері қарай. Үлкен 38 азайтылған 11 болады. 10x-тан 7x азайтсақ 3x, үлкен азайтатын болсақ 27. Енді 27-ні 3-ке бөлесіздер. Сол кезде x үлкен 9 деген жауапты береді. Демек координата сызамыз болған. 9 нүктесі ашық. Оң жаққа қарай штрихтаймыз үлкен десе. Осылай оң жаққа қарай штрихтала береді, және де бұл жақта плюс шексіздік бар. Сол кезде жауабы бізде 9-дан плюс шексіздікке дейін деген сөз. Бізде С нұсқасы дұрыс. Келесісінде мысалы бірден мұнда шығарып кете берейін. X-ті табу үшін минус 20-ны бөлеміз 5-ке. Сол кезде X-іміз бізде неше? Минус 4 шығады деген сөз. X үлкен немесе тең минус 4-тен. Координаталық түзу сызамыз. Нүктені кез келген жерден белгілейміз. Минус 4 нүктесі боялады. Себебі қатаң белгі тұр, үлкен немесе тең деген. Оң жаққа қарай штрихтайтын болсақ, демек жауабы минус 4-тен плюс шексіздікке дейін деген сөз.
нүкте боялғандықтан тік жақша. -4-тен плюс шексіздікке дейін деген сөз, ол бізде А жауабы. Енді ереже бар екен бұл жерде. Теңсіздікті теріс санға бөлсек немесе көбейтсек, теңсіздік белгісі қарсы белгіге ауысады дейді. Бұл өте дұрыс. Бұл ереже өте қарапайым. Мысалы x-ті тапқан кезде, мысалы ары қарай жалғастыратын болсақ, 21-ді -7-ге бөлетін болсаңыздар, мына жерде уже теңсіздік таңбасын ауыстыруымыз керек. Теңсіздік таңбасы ауысты. Демек ары қарай жалғастырамыз. X кіші немесе тең болып өзгеріп кетеді. Сол кезде -3 болады деген сөз. Жауабы координатада -3-ті белгілейміз да солға қарай штрихтаймыз. Демек жауабы минус шексіздіктен -3-ке шейін болады деген сөз. Минус шексіздіктен -3-ке шейін. Мысалы D нұсқасы бұл жерде дұрыс болмайды. Неге десеңіздер, бұл жерде тік жақшасы барын іздеу керек. Демек V нұсқасы дұрыс. Енді келесі есепті шығаруымыз керек. Келесі есеп шын мәнісінде есеп деп айтуға болады бұны. Енді мысалы x-тің астында бізде ең біріншіден ешнәрсе жазылмаған, демек 1 бар деген сөз. 1-ді жазып қоясыздар. Ортақ бөлімі 3, 2, 4 деген сандар болғандықтан оның ең кіші ортақ еселігі 12 деген сан болады. Демек жалғастырайық. 12-ні 3-ке бөлетін болсақ, бізде қаншадан береді екенбіз? 12-ні 3-ке бөлсек 4 болады, 4-тен береміз. 12-ні 1-ге бөлсек 12 өзі. 12-ні 2-ге бөлсек 6, 12-ні 4-ке бөлсек 3. Енді біз есепті шығарып кетеміз. Мына 4 деген санды астына да үстіне де көбейтіп аламыз. Сол кезде 16x қосылған 4. Бөлшектің асты 12 болады. 3-ті 4-ке көбейтеміз. Азайтылған 12x бөлінген 12. Үлкен. Енді алдыға көбейтсек 6x қосу 6 бөлінген 12. Минус 3-ке көбейтсек 3x минус 9 және де 12. Қазір бөлшектің бөлімінен құтылғанда мына жер минус таңбасы әсер етеді. Енді бөлшектің бөлімі бірдей бәрінде, демек тасталынып кетеді. 16x қосу 4 азайтылған 12x үлкен 6x қосу 6 минус 3x. Демек мына 2 минус әсер етіп бір-біріне плюс 9 болып кетеді. Демек енді екі жағын есептеп алайық. Мына жақта 16x азайтылған 12x деп тұр. Демек 4x плюс 4-ті өзін жаза саламыз. Үлкен 6x-тан азайтамыз 3x-ті. Ол бізде 3x болады. Ал мынау 6 и плюс 9. Плюс 6 плюс 9 ол бізде қосылады да 15 болады. Енді x-тарды бір жаққа жинасақ 4x, мынауымыз минус 3x болып келеді. Үлкен 15 азайтылған 4. 4x-тан 3x азайтсақ x, үлкен 11-ден. Демек, координаталық түзу сызсақ, жай ғана нүктені боямаймыз. Себебі қарапайым белгі тұр. Оң жаққа қарай штрихтаймыз. Үлкен деген сөз. Демек, жауабы бізде 11-ден плюс шексіздікке дейін деген сөз. Демек, ответі Е жауабы болады деген сөз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі мысалға өтейік. Енді бұл жерде де ереже бар. Бұл ережені өте мұқият не істеуіміз керек? Оқып алайық. Енді айтады, дұрыс бөлшек алымы бөлімінен кіші бөлшек дейді. Мысалы, мынауымыз 5-тен 3 дегеніміз бұл бізде дұрыс бөлшек болады. Себебі алымы дегеніміз үсті астынан кіші болады. Ал бұрыс бөлшек дегеніміз ол керісінше. Мысалы 7, мына жеріміз 4 болса, мына алымы үлкен болады керісінше. Бұл бұрыс бөлшек. Енді бізде айтып тұр, мысалы бөлшегі болатын болса, астындағы санды, астындағы b деп тұрған санды, соны
теңсіздікке кіші деп алады екенбіз, ал бұрыс бөлшекте үлкен деп алады екенбіз. Демек 6-шы мысалда дұрыс бөлшек болады деп тұр. Демек біз жазамыз да 9 қосу 5x кіші астында алсам бізде 5 деп алынады. Кешірім өтінемін, мына жер 5 емес 2 екен. Енді теңсіздігімізді шығарамыз ары қарай. 2x кіші 5 азайтылған 9. 2x кіші 5-тен 9 азайтсақ, ол бізде -4 болады. X кіші -2 болады. Енді координаталық түзу сызамыз да, -2 кіші болса минусқа қарай штрихталады. Демек жауабы минус шексіздіктен -2-ге дейін деген сөз. Енді бұны орнына қойып дәлелдеп көрейік. Мысалы -2 шешімге кірмейді дегенді білдіреді. Демек бұның алдындағы бір санды алайық. Мысалы -3 деген сан бар бұның алдында. Осыны алып, мына жоғарыдағы x-тің орнына апарып қоямыз. Сол кезде бізде былай болады. 9 қосылған 2 көбейтілген -3. Дұрыс қой, -3 деген санды алып тұрмын. Асты 5 болады. Енді ары қарай есептейтін болсақ, мына жерде бізде 9 азайтылған минус сан шығады ғой. Плюс пен минусты көбейткенде 6 бөлінген 5 тең. Сол кезде 9-дан 6-ны азайтатын болсақ, бізде 3 шығады, ал асты 5 шығады. Міне 5-тен 3 деген бізде дұрыс бөлшек шығып тұр. Демек біз ереже бойынша осылай алғанымыз өте дұрыс екен. Енді келесі, x-тің қандай мәндерінде 2-3x бөлшегі бұрыс бөлшек болады дейді. Міне бұрыс бөлшек дегеніміз үлкен немесе тең деп алынуымыз керек. Міне екіншісінде көрсетіліп тұр. Тура осылай есепті шығарып кетеміз. Міне 2-x бөлінген, астындағы санды аламыз айтпақшы, үлкен немесе тең 3 деп аламыз. -x үлкен 3 азайтылған 2. -x үлкен немесе тең 1 болады. И минусты мына жағына қарай өткізген кезде бізде теңсіздік таңбасы ауысып кетеді. -1 болады деген сөз. Координата сызайық. Нүктесі боялады. -1 кіші немесе тең деп тұр минусқа қарай. Демек жауабы минус шексіздіктен -1-ге дейін. Демек енді -1-дің алдындағы қандай сан бар бізде? -2 деген санды алып, тура бағанағыдай мына x-тің орнына апарып қойайық. Сол кезде былай болады. 2 азайтылған -2 астында 3. Енді тең деп есептесек, екеуі қосылып кетеді, 4 болады. Міне 3-тен 4 шығады. Бұл бізде дұрыс бөлшек келіп тұр ғой. Демек дұрыс болып тұр. Жауабы минус шексіздіктен -1-ге дейін деген сөз. Ол жауап минус шексіздіктен мына с нұсқасы болмайды, себебі ода жай жақша. В нұсқасы болады екен. Әрі қарай кетеміз. Бұл жерде де ереже. Бүтін сан дегеніміз натурал сандар дұрыс, теріс таңбалы натурал сандар және 0 саны. Теріс сандардың бәрі жатады екен бүтін санға, 0 жатады, және де оңғы сандардың толық бүтін сандары жатады. Белгіленуі мына жерде жазылғандағыдай z әріпімен белгіленеді екен. Бүтін сан дегеніміз. Ал ондық бөлшектер, жай бөлшектер, периодты ондық бөлшектер бүтін сандар емес. Мысалы 1,5 алдыңғы анау 2 бүтін период ішінде 9 деген сандар, олар бізде бүтін санға кірмейді. Олар бөлшек сан болып кетеді. Енді теңсіздікті шешіп дейді, шартын оқиық. Ең үлкен бүтін мәнін табыңыз дейді. Ең үлкен, астын сызып қойын. Ең үлкен бүтін мәнін қалай табуымыз керек? Бұл жерде де тура солай есепті шығарамыз. Есепті мына жерге қарай алып кетейін. -4x берілген жазып өтпеу үшін -6x-ті бері қарай +6x қып өткіземіз. Кіші таңбасы тұрады, 19 жазылады өзі. И +5-іміз мына қарай -5 болып өтеді. 2x кіші 19-дан 5 азайтсақ, ол бізде 14. Демек x кіші 7 деген сан шығып тұр. Енді 7 деген сан шешімге кірмейді екен. Мына 7-ге кірмейді. Демек 7-нің алдындағы санды аламыз. 7-нің алдында ол қандай сан? 6 деген сан бар. Демек бізде жауабы осы болады. Ең үлкен бүтін мәні бізде 6. Демек ол жауап бізде д нұсқасында тұр.
келесі де осылай теңсіздікті шешіп екеуі де бір мысалы деме ең үлкен бүтін мәнін табыңыз дейді. Шешіп ең үлкен бүтін мәнін табыңыз дейді. Мына жерде де тура сол есеп болып кетіпті. 9-шы мысал, әрі қарай өте береміз. 10-шы есепте теңсіздікті шешіп ең үлкен бүтін мәнін табыңыз дейді. Ең үлкен бүтін мәні бұл жерде де. Біріншіден жаза салайық мақала. 2x қосылған 17 бөлінген 3 үлкен 5 бөлінген 4 қосу 3x. Енді 2x астында 1 бар, 3x астында 1 бар. Ортақ бөлімі бұның қанша болады екен? 12 болады екен. 12-ні. 12-ні демек 1-ге бөлсек, 12 өзі шығады, 12-ден береміз. 3-ге бөлсек 4 шығады, 4-тен береміз. Мынаған 4-ге бөлсек 3 шығады, мынаған да 1-ге бөлсек 12 шығады деген сөз. Енді көбейтеміз, 12-ні 2x-ға көбейтсек 24x. Бөлшектің бөлімдерін жазбай қойын, бәрібір тасталынады. 40, 28, 68 болады екен. Үлкен 15 қосылған 36x. Енді x-тарын бір жаққа жинаймыз. 24x плюс 36 болып тұр. Демек минус 36x болып өтеді. Теңдіктің бір жағына 15 минус 68 болып өтеді. 24-тен 36-ны азайтсақ, демек теріс сан болады. Кіші саннан үлкен санды азайтсақ. Үлкен мына жеріміз қанша? Так, 15-ті азайтсақ 3 және де 53 минус 53. Енді x-ті табу үшін мына жерде теңсіздік таңбасын өзгертеміз, себебі мына жер минус санға бөлінейін деп тұр. Минус 53 бөлінген минус 12. Бұл жерде мән беретін нәрсе, мына x-тің алдындағы сан минус сан болғандықтан ол бөлінеді ғой. Сол кезде теңсіздік таңбасын ауыстыруымыз керек. Демек x кіші, екеуі де плюс болып кетеді, минус болғандықтан 53 бөлінген 12. Енді оны біз аралас санға айналдырамыз. Так, 4 12 бар ішінде, 4,12-ден 53, демек мына екеуі 48, 53-тен 48 азайтсақ, ол бізде 5 болады мына жеріміз. Демек теңсіздіктің жауабы бізде x кіші 4,12-ден 5 шықты. Енді координатаға саламыз. Қарапайым белгі 4,12-ден 5. Демек бұның алдында қандай бүтін сан бар? 4 мына жерінде бүтін сан болатын болса, бұның алдында таза 4 деген сан бар. Демек ол жауабы бізде с нұсқасы болады. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі мысалға кетейік. Енді бұл жерде шарт ең кіші бүтін мәніне ауысып тұр. Ең кіші бүтін мәнін табуымыз керек. Бұлай қарай есептеп кетем. 7x плюс 4x-іміз мына қарай минус 4x болып кетеді. Үлкен 5 қосу 13 болады. Минус 13 теңдіктің келесі жағына өтті. Мына жеріміз азайтсақ 3x үлкен 18. X үлкен 18-ді бөлеміз 3-ге. X үлкен 6 болады. Демек, мына жерде бұлайынан алсақ 6. Бұлайынан штрихтаймыз. Үлкен деп тұр оң жаққа қарай. Енді 6 шешімге кірмейді. Қарапайым белгі нүкте боялмаған. Демек 6-дан кейінгі санды аламыз, ол 7 болады. Егер нүкте боялып тұрған болса, мысалы, мынандай жағдай болып тұрса, бүйтіп боялып тұратын болса, оны ең кіші бүтін шешімі 6 бола береді өзі. Себебі ол шешімді қанағаттандырады. Ал мына жерде нүкте боялмағандықтан 6-дан кейінгі санды аласыздар. Демек жауабы 7 деген сан болады. Мына жер әшейін түсінікті болу үшін. Д нұсқасы бізде дұрыс. Келесі, мысалы жүйе деген тақырыпта да ары кетсе бір 3-4 мысалмен өтеміз теңсіздіктер жүйесін. Көбінесе осындай ол жерде де. Енді келесісін шешейік. Келесі мысалда бірден астына қарай шығарып кете берем. Минус 3x. Енді минус x-іміз өтеді, плюс x болып өтеді екен. Кіші немесе тең 9
мына жақта плюс 1 тұр, минус 1 болып өтеді. Минус 3х қосу x'іміз минус 2x болады. Кіші немесе тең 9-дан 1-ді азайтсақ 8. Енді x-ті тапқан кезде уже x-ның алдындағы сан минус болып тұрмын, көрсеңіздер, бөлген кезде теңсіздік таңбасы өзгереді. Оны бағана ережеде де айтқан, x үлкен немесе тең минус 4 шығады деген сөз. Теңсіздіктің ең үлкен бүтін мәнін табыңыз деп тұр. Ең үлкен. Теңсіздіктің ең үлкен бүтін мәні. Енді теңсіздіктің ең үлкен бүтін мәні дейді. Мысалы, мына жерде координата сызайық. Минус 4 кетті. 10-ға қарай штрихталады. Мысалы, мына жерде шарт бойынша дұрыс емес. Негізі сіздерге айтарым, мына жерде ең үлкен бүтін мәнін таба алмайсыздар, себебі ол плюс шексіздікке шейін кете береді. Мына жеріміз ең үлкен емес, кіші деген сұрақ болу керек мына жерде. Ең кіші десе, сол кезде шарт бойынша біз мына есепті шығараламыз. Ал үлкен деген шартқа плюс шексіздік деп жазып қойсақ болады. Ондай жауап жоқ қой, бірақ негізі мына жерде оқулықта, мысалы оқулықтан алынған есептер қателесіп кеткен деп ойлаймын. Демек, мына жерде жауабы ең кіші бүтін шешімі минус 4 болады. Неге десеңіздер, ең кіші шешімі минус 4, міне шешімге кіріп тұр, нүктесі боялып тұр. Ал боялмаса, минус 4-тен кейінгі санды аламыз, ол минус 3 болып кететін еді. Демек, бұл жерде жауабы минус 4. Теңсіздікті шешіп, ең кіші бүтін мәнін табыңыз дейді бұл жерде де. Демек, жазуға салайық. Мына жерге жазайық. 3x. Бұның астында 1 бар, 1-ден жаза саламын. Қосылған 9 бөлінген 2. Үлкен немесе тең 5 бөлінген 3 қосу 2x. Бұның астында да 1 бар. Ортақ бөлімі 6 болады. Дұрыс қой, бәрі бөлінетін сан 6. 6-дан береміз, 3-ден береміз, 2-ден береміз, және де 6-дан береміз. Бөлшектің бөлімдерін жазбайым, 1-ден 6-ны 3x-ға көбейтсем, 18x қосылған 27, үлкен немесе тең 10 қосылған 12x. x-тарды бір жаққа жинайық, 18x азайтылған 12x. Үлкен немесе тең 10 и 27 мына жерге қарай минус болып өтеді. 18-ден 12-ні азайтсақ 6x, үлкен немесе тең азайтатын болсақ минус 17. Енді x-ті тапқан кезде бөлеміз. Бұл жерде теңсіздік таңбасы ауысады деп қателеспеңіздер, себебі 6 деген сан мына жерде оң сан болып тұр. Бұл жерде теңсіздік таңбасы сол күйі қалады. Демек, бұрыс бөлшекке айналдырсақ, минус қанша? 2,6-дан 5 деген сөз. Координатаға сызайық. Минус 2,6-дан 5. Былай қарай. 10-ға қарай штрихталады, үлкен деп тұр. Енді бізде ең кіші бүтін шешімі деп тұр. Ең кіші бүтін шешім шарты дұрыс бұл жерде. Себебі ең үлкен десе, бұл жерде үлкен санын қайтадан плюс шексіздік болып кетеді, оны таба алмайсыздар. Минус 2,5-нен кейінгі сан, ол бізде қандай сан? Минус 1 деген сан. Координаталардың орналасу ретінде. Демек, бізде жауабы А жауабы шығады деген сөз. Ал құрметті оқушылар, назарларыңызға көп рахмет. Үй жұмысын уақытылы және толық орындаңыздар. Сіздерге сәттілік.